Көптеген кинофильмдердің және кітаптардың авторлары мен сценаристері өмірде болған қатыгез қанішерлердің өмір баянымен қызығып, өз еңбектерін жазған. Бірақ та ешқандай көркем әдеби шығарма өмірде болған жайтқа жете алмайды. Наташа Кампуштың оқиғасы өте қайғылы. Сол себептен оның басына өткен оқиға көптеген киноларға бастау болған. Соның ішінде атышулы проект 3096 күн. Наташаның жасы небәрі 10-да болған. Сол кезде оның өмірі екіге бөлінді. 1998 жылдың 2 наурызына дейін және содан кейінгіге. Сол күні Наташа әдеттегідей мектепке кеткен болатын. Бірақ сол кеткеннен қайтып келмеді. Мамасы қызы жоғалғаны жайлы айтқанда екі куәгер табылды. Олардың айтуы бойынша Наташаны бір адам машинаға отырғызған болатын. Бірақ бұл сөздерде мүлде пайда болған жоқ. Полиция 500 адамды сұрастырып шықты. Тіпті ішіне қылмыскер тапты. Бірақ та оны дәлелдей алмады. Детективтер анасы қылмыс жасады деп те айтты. Себебі отбасы толық болмады. Сөйтіп Наташа көп зорлық көрді деген. Шын мәнінде бұл факт дәлелденбеді. Нағыз қылмыскер Вольфганг Преклопиль болды. Ол Наташаны мектеп жақта ұстап алып, үйіне апарған. Кезінде атасы подвалда бомба бежіші құрған болатын. Дәл сол жер құлды ұстауға ыңғайлы жер болыпты. Кішкентай бөлмеде Наташа 8 жыл бойы қамалды. Бастапқы уақытта оны мүлде шығармайтын. Кейіннен үйдің ауласында жүруге рұқсат берген. Тіпті Венаға қыдыртып апарған. Бірақ Наташа қаша алмады. 2006 жылы Наташа құлдықтан қаша алды. 23 тамыз күні Вольфганг Наташаға машинаны тазалатқызып жатты. И сол кезде оның телефоны шырылдап, ол кетіп қалды. Сол сәтті пайдаланып, Наташа пылесосты өшірмей қашып кеткен еді. Бірнеше көше жүгіріп өткен соң 71 жастағы кісінің үйін қағады. Сөйтіп полицияны шақырып, Наташаны құтқарады деуге де болады. Наташа жоқ екенін көрген Вольфганг өз-өзін өлтіріп тастайды. Наташаның айтуы бойынша Вольфганг тіріде ұсталмаймын дейтін. Наташаның жағдайы жақсы болды. Тек денесінде зорлық көрсетілген іздер қалған. Бірақ Наташаны көп сөздері мен істері түсініксіз болды. Ол Вольфгангты жаман адам ретінде көрмеді. Кей кездері оны қорғап та жатты. Көп специалистер Наташада Стокгольм синдромы дамып жатыр деп те айтты. Бұл синдром қылмыскермен психоэмоционалды байланыс барын айтады. Одан бөлек Наташа 8 жыл бойы көрген қиындықты айтудан бас тартты. Менің сексуалды және интимді өмірімді айтуымның қажеті жоқ. Қазіргі кезде Наташада бәрі жақсы. Ол сурет салумен қызығады, зорлық-зомбылыққа қарсы фондтарға ақша жібереді. Сөйтіп өмірін жақсартуда. Ол 2016 жылы 8 жыл бойы құлдықта болған үйді сатып алды. Мүмкін эмоционалды бұрынғы өмірден құтылу үшін.